Жанат Айгүлді алғаш көрген сәтінде ақ жүрегінің түбінде бір өзгеше жылылықты сезінді. Қала шетінде орналасқан құрылыс фирмасында жұмыс істейтін ол, күнде таңертең аялдамада бір әдемі қыздың кітап оқып тұрғанын байқап жүретін. Қара тыры, қиғаш қас, кішкене тұмсық, Айгүлдің жүзі есінде мәңгі қалып қойғандай болды. Бір күні тағдыр оларға сөйлесуге сылтау тапты. Жанат аялдамада тұрып қалта телефонынан құлаққап іздеп жатқан. Сол кезде жанына Айгүл келіп, «Кешіріңіз, мына автобус қалаға тура бара ма екен?» деп сұрады. Сол бір қарапайым сұрақ олардың хикаясының бастамасы болды. Апталар өте келе олар достасып, кейіннен жүректері бір арнаға тоғысты. Жанат қарапайым отбасынан шыққан, адал еңбекпен күн көретін жігіт. Айгүл колледжде бастауыш сынып мұғалімі мамандығын тәмамдап, балабақшада жұмыс істейтін қыз. Екеуін жақындастырған адалдық пен қарапайым армандар. Олар болашақты бірге елестете бастады. Жанат Айгүлді ауылдағы ата-анасына апарды. Ауылдағы шағын ғана үй, 600 шаршы метрлік аулада бақша, тауық қора, ескі Жигули. Айгүлге сол қарапайым тіршілік ұнады. Оның өзі де ондай ортадан шыққан. Айгүлдің анасы мұғалім, әкесі зейнеттегі мал дәрігері. Ата-аналар бір-біріне ұнады. Құдалық та көп кешікпей өтті. Құдалар арқа-жарқа болып тойды күзге қарай жасайық деген тоқтамға келді. Бірақ енді ең маңызды сұрақ туындады, тойды қалай өткіземіз? Айгүлдің анасы отырыстан кейін оңаша шыққанда қызына: «Қызым, қазіргідей заманда той жасау оңай емес. 200 адам дегеннің өзінде қомақты қаржы кетеді. Көйлек, мейрамхана, фотограф» деп күрсінді. Жанат та сол түні көп ойланды. Әкесі үйдің іргесінде ағаш жарып отырғанда: «Балам, анаң екеуміздің зейнетақымыз белгілі. Аз-маз жинаған ақшамыз бар, бірақ түгел тойға жетпейді. Бір бөлігін өзің мойныңа аларсың» деді. Сөйтіп екеуі де ойлана келе, банк несиесі арқылы той жасауға мәжбүр болатынын түсінді. Айгүлдің анасы 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде несие алды. Жанат, жалақымен төлей аламын деп, 150 мың теңге шамасында ай сайын төлеуге келісіп, 3 жылдық несие рәсімдеді. Той дайындықтары басталып кетті. Той дайындығы қызу жүріп жатты. Екі жақта елден қалмайық деген оймен барын салды. Айгүл той көйлегін таңдау үшін құрбыларымен бірге қаладағы ең танымал салондарға барды. Ақыры аппақ, иығы ашық, ұзын шлейфі бар көйлекке тоқтады. Бағасы 600 мың теңге. Өмірде бір-ақ рет киім ғой деп өзін ақтады. Жанат болса асаба іздеп жүрді. Бір танысының танысы керемет той жүргізеді деген соң 200 мың теңгеге келісім шарт жасасты. Сонымен қатар той өтетін ресторанды да алдын ала брондады. 300 кісіге шақталған, адам басына 15 мың теңгеден. Айгүлдің анасы дастарханның сәнді болуына қатты мән берді. Құдалар ренжіп қалмасын, елдің көзі бар деді. Жанаттың үйінде де қарбалас. Әкесі: «Бізде мал да, ақша да аз. 1-2 қой сойып, ауылда да кішігірім той жасап жібереміз» деп анасына қарап еді. Ол: «Қаладан келгендерге ыңғайсыз болар. Бір күннің қызығы үшін тірнектеп жинағанымызды шығындап жатырмыз» деді. Той жақындаған сайын Айгүлдің жүзінен қобалжу байқалды. Бір күні құрбысы Айдана келіп: «Гүл, осы біз неге сонша шашыламыз? Кейбіреулер 200 мың теңгеге некесін қиып, шағын отырыс жасайды. Ең бастысы, сендер бақытты болсаңдар болды емес пе?» деді. Айгүл үндемеді. Бәрін артқа қайтару мүмкін еместігін түсінді. Басталып кеткен шаруаның соңы болуға тиіс. Кешкісін Жанатпен кездесіп екеуі ұзақ әңгімелесті. «Жанат, біз осы дұрыс жасап жатырмыз ба? Нені айтқың келіп тұр? Несие алып, артық шығын жасап, бақыт ақшаға қарап қалмай ма екен?» Жанат қолынан ұстап: «Мен үшін сенің қасыңда болғаныңнан артық ештеңе жоқ. Бірақ ата-ана, ағайын, салт дәстүр деген бар. Бір жағы өзімізде той жасағымыз келіп тұр ғой» деді. Айгүл бас изеді. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде белгісіз уайым жатты. Бұл уайымның түбі терең екенін ол кейін түсінді. Тойға бір апта қалғанда үй ішіндегі ушудың шегі болмады. Айгүлдің анасы түн ортасына дейін дастархан мәзірін жоспарлап отырды. Қалыңдық көйлегі дайын, бірақ шаш үлгісі, макияж, фотограф секілді ұсақ түйекке оңайға түспейтін.
Барлығы есептеліп қойған әдемі видеоклип, от шашу, қонақтарды қарсы алатын қыздар. Бұның бәрі жалпылай алғанда 2 миллион теңгеден асып кетті. Жанат болса той алдындағы соңғы ақшалай төлемдерді жасап жүрді. Қалта телефонына банк хабарламалары үздіксіз келіп жатты. Несие картасының шегі таусылған, қосымша берешектер де бар. Бірақ ол шаршап тұрса да сыр бермеуге тырысты. Бәрі өтер, тойдан кейін тыныш өмір басталады деп өзін жұбатты. Ақыры көптен күткен күнде келді. Айгүлді сұлулық салонына апарған кезде таң атпастан құрбылары жан-жақтан жиналды. Ақ көйлек, макияж, гүл шоғын ұстаған бойжеткен дәл ертегі кейіпкерінде еді. Бірақ оның жанарында қуаныштан гөрі үрей басым болатын. Жанаттың өзі де көлік ішінде костюмін түзеп отырып, ойланып қалды. Әкесінің, балам, мына тойдың артында жауапкершілік тұрады деген сөздері құлағынан кетпеді. Бірақ ол бәрін кейінге ысырып қойды. Ресторан лық толы. Музыка, асабаның әзіл қалжыңы, би, көңілді достар бәрі сырт көзге мінсіз көрінді. Жанат пен Айгүл ортада билеп тұрғанда, адамдар қандай жарасымды жұп деп тамсанып жатты. Бірақ жас жұбайлардың ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын ешкім білген жоқ. Тойдың соңына қарай қонақтар тарады. Фотоаппарат жарқ-жұрқ етуді тоқтатты. Бәрі тынышталғанда Айгүл көйлегін шешіп жатып терең дем алды. Сол сәтте ғана бойын бір шаршау, бір мұң басқанын сезді. Бітті деді ол жай ғана. Иә деді Жанат, бірақ оның үнінде де әлдебір ойдың табы сезіліп тұрды. Сол түнді олар қонақ үйде өткізді. Жаңа өмірдің бастауы болуы тиіс кеш. Бірақ қуанышпен қатар көңілде сұрақ көп еді. Осы күннің салмағы бізді қанша жыл арқалатады екен. Қыркүйек айының соңғы сенбісі. Күн жылы, аспан ашық, күздің сары бояуы айналаны әсемдеп тұр. Айгүл үшін бұл өміріндегі ең ерекше күн. Таң сәрден сұлулық салонында. Шаш үлгісі жасалып жатқанда айналасындағылар мәз болып жатыр. Бүгін сен ханшайымсың, суретке түскенде күлімде дейді. Ал Айгүлдің іші алай-дүлей. Осы күнге жету үшін қанша күн, қанша түн дайындық жасалды. Жоспар, ақылдасу, ақша, тағы ақша. Шаштаразда отырған күйі есіне түсті. Ең алғаш Жанат үйленейік дегенде қуаныштан көзіне жас келген. Енді сол арман орындалып жатыр. Бірақ жан дүниесін қуанышпен қатар ауыр ойлар да торлап алған. Сен неге үндемей отырсың? Деді Айдана. Шаршадым деп күлімсіреді Айгүл. Ресторан есігі ашылғанда ішке әсем музыка естілді. Қызыл кілем төселген. Көлікпен келген жас жұбайларды асабада, фотографта күтіп тұр. Қалыңдықтың шлейфін екі қыз көтеріп, күйеу жігіттің досы гүл себелеп жүр. Шаттыққа толы салтанатты көрініс. Бірақ Жанаттың да іші тынып тұр. Қалтасында 3 банк картасы. Екеуі таусылған, біреуінің шегі толып тұр. Бірақ бұның бәрін шетке сырып, мейіріммен күлімсіреуге тырысады. Асаба ортаға шығып, әзілмен әңгімені қыздырып жіберді. Мына екеуі махаббаттың көшесінде кездесті. Қазір өмірдің тас жолына түседі. Зал күліп жатыр. Айгүл де күлген болады. Бірақ ішінен тас жолдың қандай болатынын білмейді ғой бұлар деп ойлады. Той өте жоғары деңгейде өтті. Дастархан толы, асаба белсенді, жастар би билеп, үлкендер бата беріп, фото-видео тынбай қызмет етті. Бір сәтте тіпті той иелері елден ерекше флешмоб ұйымдастырып, елді таңғалдырды. Түн ортасы ауғанда асаба. Жас жұбайларға өмірлік ақ жол тілейміз. Ал бұл кеш есте қалатын ерекше сәт болды. Деп қорытынды жасады. Кеш соңында Жанат пен Айгүл шаршаған кейіппен көлікке отырды. Айгүл үнсіз. Жанат та көп сөйлемеді. Болды ма? Деді Айгүл жай ғана. Болды деп үміттенейік деді Жанат, ал енді өмір басталады. Қонақ үй бөлмесіне кіргенде, екеуі үнсіз киімдерін шешіп, бір сәт үнсіз отырды. Көздерімен бір-бірін іздейді, бірақ сөз таба алмайды. Айгүл айнаның алдына отырып, сырға мен макияжын шешіп жатып. Біз той жасадық, иә. Бірақ неге өзімді бақытты сезінбей отырмын? Деді. Жанат оған ұзақ қарап тұрып. Себебі той бір күндік. Өмір күнде. Бәлкім, біз өмірге емес, тойға көп дайындалдық деді сабырмен. Сол сәтте бөлмені үнсіздік басты. Бұл үнсіздік, салтанаттың соңы, шын өмірдің бастауы еді. Қазан айының соңы. Ауа райы суыта бастаған.
Тойдан бері 1 ай өтті. Жанат пен Айгүл жалдамалы пәтерге көшіп келген. Қаланың шетінде орналасқан бір бөлмелі, іші ескі, қабырғасы сыз тартқан, терезелері дірілдеген үй. Бірақ олар бұл жерге қуана кірді, бастысы бірге деген сеніммен. Бірақ 1 апта өтпей жатып тұрмыстың шындығы бет көрмей төтесінен соқты. Айгүл таңертең жұмысқа жиналып жатты. Кенет телефонына хабарлама келді. Құрметті клиент, сіз жұмыс орныңызбен келісімшарт мерзімі аяқталғандықтан бүгіннен бастап еңбек қатынасы тоқтатылды. Көзіне жас келіп, жуынатын бөлмеге кіріп, есікті іштен жапты. Жоқ, мен онсыз да уайымдап жүредім деп, ескі айнаға қарап тұрып жылап жіберді. Жанат сол сәтте жұмыста еді. Кешке үйге келгенде Айгүл үнсіз отырды. Тамақ дайын емес. Үй салқындап кеткен. Не болды? Бір нәрсе болып қалды ма? Деді ол. Айгүл бір дем алып, мені жұмыстан шығарып жіберді. Еш себепсіз. Бала саны қысқарыпты, жаңа тәрбиеші келген екен деді. Жанат үндемей қалды. Бір сәтке не айтарын білмей, терезеге қарап ұзақ отырды. Келесі аптада банк хабарлама жіберді. Екінші несиеңіз бойынша төлем уақыты жетті. Кешіктірілген әр күнге өсімпұл есептеледі. Жанаттың еңбек ақысы небәрі 370 мың теңге. Оның өзі пәтерақы, азық-түлік, жол шығынын жапқан соң қалғаны несиелер. Ай сайын 1,5 миллион теңгеден астам қарыздың жартысын өтеу мүмкін емес еді. Кешігу басталды. Бір күні Айгүл пошта жәшігін ашқанда, ішінен ескерту қағазы тауып алды. Егер төлем 7 күн ішінде өтелмесе, сот орындаушылар шара қолданады. Айгүл түнде ұйықтай алмай шықты. Жанат қасына келіп, иығынан құшақтап, біз бұл күндерді бірге өткереміз. Ең бастысы, бірге екеніміз. Қалғаны уақытша деді. Бірақ өзі де жақсы түсініп тұрды, бұл қиындықтар уақытша болмайтын секілді. Қараша айы. Ауа райы салқындап, жел қақаған. Жанат жұмыстан кешігіп қайтып жүр. Қосымша табыс табу үшін түскі үзіліссіз жұмыс істеп, кешкісін таксиге шығады. Бір күні түн ортасы ауғанда үйге шаршап келді. Айгүл есік алдында отыр екен. Шашыретсіз, көзінде ұйқысыздықтың ізі. Екеуі көзбе көз қарасты. Неге демалмай отырсың? Деді Жанат. Ұйқы келмейді. Бәрі басымда айналып жүр. Күнде қоңырау, күнде хабарлама. Анама ештеңе айта алмай жүрмін, уайымдап қалар деп. Өзімде ертеңгі күнді елестете алмай қалдым, деді Айгүл. Мен де шаршап жүрмін, Гүл, қалтамда соңғы 10 мың теңге қалды. Бензинге де жетпейді. Бүгін күні бойы түскі ас ішпедім, деді Жанат қабырғаға сүйеніп. Айгүл үндемеді. Бір сәт екеуі үнсіз отырды. Бұл үнсіздік бұрынғыдай тыныштық емес, тұншығу еді. Келесі аптада Айгүлдің анасы телефон соқты. Қызым, тойдан кейін үндемей кеттіңдер. Жанат қалай? Қарыздарыңды өтеп жатырсыңдар ма? Айгүл күлген болып. Иә, мам, бәрі жақсы. Жанаттың жұмысы жақсы. Өзімде іздеп жүрмін. Жаңа жерге үйрену оңай емес екен, деді. Бірақ трубканы қойғаннан кейін жылап жіберді. Жанаттың да төзімі таусыла бастады. Бір күні кешке үйге келгенде дүкеннен 2 бөлке нан мен 1 литр сүт әкелді. Бірақ Айгүл, қайта несие алдың, бәрін өзің шештің. Енді мен не істей алам? Деп дауыс көтеріп қалды. Сен де қарсы болған жоқсың. Той болсын дедің. Әдемі көйлек алдың. Қымбат ресторанды бірге таңдадық. Енді бәріне мен кінәлі болдым ба? Деді Жанат ашуымен. Ол сөз аяқтамастан киімін шешпестен диванға отырды. Екеуі кеш бойы сөйлеспеді. Күндер өте берді. Қыс жақындап, пәтердің суығы ішке өтіп тұрды. Пеш ескі, жарығы жиі сөнеді. Қаржылық қысым ғана емес, махаббаттың оты да суына бастағандай. Бір күні Айгүл айданаға барып, мен бақытты боламын деп ойладым. Бірақ той бақыттың кепілі емес екен. Қарызға алған қуаныштың дәмі тез тарқайды, деді көзіне жас алып. Айдана басын изеді. Тек бір нәрсені ұмытпа. Егер сендер бір-біріңнен қол үзсеңдер, бұл қиындық одан бетер тереңдейді. Несие өтеледі, бірақ сенім қайтып келмейді, деді. Айгүл үнсіз қалды. Іштей бір нәрсеге бекінген секілді.
Желтоқсан қыс ызғары үй ішінен де сезілетін. Пәтердің терезесіне мұз қатқан. Кешкілік жарық сөніп қалғанда Айгүл кереуеттің шетінде отырды. Қолында босая бастаған шай кесесі. Үнсіз қарсысында Жанат телефон экранын түртіп отыр, бірақ ойы мүлдем басқа жақта. Жанат, деді кенет Айгүл, бұлай жалғаса алмаймыз. Жанат басын көтеріп: не айтқың келіп тұр? Біз екеуміз күн сайын өмір үшін күресіп жатырмыз. Бірақ бірге екенімізді ұмытып барамыз. Бұл үй бізге пана бола алмай қалды. Әңгімеміз тек ақша, төлем, несиеден ғана тұратын болды. Жанат терең күрсінді. Мен де шаршадым, Гүл, бірақ сен кетіп қалсаң мен бәрінен айырылам. Айгүл орнынан тұрып, оның жанына келді. Мен ешқайда кетпеймін. Тек екеуміз бұл өмірді қайта бастауымыз керек. Несие болса төлейміз. Бірақ бақытымызды соның артында жасырып, өртеп алмауымыз керек. Қалай қайта бастаймыз? Қарапайымнан, ата-анамыздан көмек сұрамай-ақ. Бәлкім, қымбат өмірден бас тартатын шығармыз. Бірақ шынайы боламыз. Жанат бас изеді. Онда келесі айдан бастап мен құрылыс мекемесінен бөлек кешкі уақытта тұрақты қосымша жұмыс іздеймін. Есесіне демалыс күндері міндетті түрде бірге боламыз. Ал мен шағын тігін үйренем. Инстаграм арқылы тапсырыс алып көрем. Пайда көп болмаса да өз еңбегіммен. Біз үйлену үшін емес, өмір сүру үшін қосылдық. Иә. Жанат оның қолын қысты. Иә, бір күндік той үшін емес, әр күнгі өмір үшін. Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Көңілдеріндегі ауырлық жеңілдегендей болды. Шай ішіп отырып, езу тартып, алғаш танысқан сәттерін еске алды. Тіпті Айгүл күлді де. Мен сол кезде саған, бұл автобус қалаға барама деп сұрағам. Ал сен маған жүрегіме дейін алып барады деген сияқты бірдеңе айтпадың ба? Деді. Ондай батыл емеспін, деді Жанат жымиып. Бірақ сол сәттен ақ жүрегімде қалғаның рас. Қыс өтті. Көктем келді. Бірақ бұл жолы күн жылығанымен ғана емес, көңілде жылына бастаған. Айгүл тігін үйірмесіне жазылып, аптасына 3 рет барып жүрді. Алғашқыда ине жіп ұстап, киім пішудің өзі қолынан келмейтіндей көрінді. Бірақ өз қолымен бір белдемше тіккен күні өмірінде алғаш рет ұзақ уақыттан кейін шын қуанды. Міне, өзім тіккен алғашқы бұйым, деп Жанатқа көрсетті. Сенің қолыңнан бәрі келет, деді Жанат мақтанышпен. Енді оны Инстаграмға сал. Мүмкін тапсырыс түсіп қалар. Күн сайын жаңасын үйреніп, шағын орамал, сөмке, белдемше, перде тіге бастады. Бірінші тапсырысты ауылдағы жеңгесі берді. Кейін құрбысы, одан қалса бейтаныс адамдар да жазыла бастады. Жанат болса кешкі уақытта қоймада жұмыс істеді. Түске дейін құрылыс, кешке логистика. Еңбектен қашса да бұрынғыдай емес. Енді ол босқа емес, мақсат үшін жұмыс істеп жүрді. Айдың аяғында екеуі үстел басына отырып, қағазға кіріс пен шығысты жазатын әдет тапты. Міне, бұл айда пәтерге 120 мың, азық-түлікке 80 мың, несиеге 250 мың, тапқанымыз 615 мың. Демек, аз да болса артылып жатыр, деді Айгүл қуанып. Күндер өте берді. 2 жылдан соң Жанат пен Айгүл банк алдындағы несиенің соңғы бөлігін төледі. Сол күні екеуі кішкентай кафеге барып шай ішіп отырды. Білесің бе, Гүл, сол бір салтанатты тойды қайта жасауға мүмкіндік болса, мен шағын дастархан, жақын адамдар мен сенің күлкіңді ғана қалар едім, деді Жанат. Мен де. Себебі сол той үшін өмірімізді қиындау жолмен бастадық. Бірақ сол қиындық бізді бір-бірімізге бекемдеді. Бәлкім дәл сол керек болған шығар. Жанат Айгүлдің қолын ұстады. Біз енді той жасауды емес, өмір сүруді үйрендік. Кейінірек екеуі шағын тігін және жөндеу шеберханасын ашты. Есімін жаңа бетбұрыс деп қойды. Бұл тек кәсіп емес еді, бұл олардың тарихы, олардың екінші тынысы болатын. Тойдың несиеге алған қызығы артта қалды. Бірақ өз қолдарымен тұрғызған шаңырақтары мықты еді. Себебі ол сәнмен емес, сабырмен салынған.